Қалай жамбасқа укол салуға болады? Бұл жерде қалай салу емес, қалай дұрыс салу керек деген дұрыс сұрақ. Қараңыздар, бұл бізде жамбас, жамбас 4 бөлікке бөлінген. Дегенмен де көріп тұрғандарыңыздай, бұл манекенде салу орны қате берілген. Адамдар тіпті осылай салып та жүрген шығар. Мынау біздің жамбас, мынау уже шетке кетіп қалған, бел аймағына кетіп қалған. Қараңыздар, мына жерде уже бел, мына жерде бел, мына жақта жатыр. Ал адамның жамбасы мынандай емес қой, біздің жамбас кішкене былай тұр. Міне мынау. Получается, енді осы жерден 4 бөлікке бөлеміз. Осылай 4 бөлікке бөлеміз де, именно мына жерге біз салуымыз керек. Қараңыздар, тағы бір ерекшелік. Жамбасқа укол салған кезде көбісінің қоятын сұрағы, мен өзіме сала аламын ба? Өзіңізге сала аласыз, өзіңізге салғанда да дәл осы проекция бойынша салуыңыз керек. Дәл осылай жамбасты аласыз, жамбасты 4 бөлікке бөлесіз де, именно осы жерге салуымыз керек. Мына жерге, мына жерге, мына жерге, мына жерге салып жүрмеңіздер. Бұл үлкен қателік. Одан кейін ескеріңіздер, шприцті міндетті түрде ауыстырамыз. Антибиотикті тартып алдыңыз, уже антибиотикті басын білесіздер ғой, қатты ине кіреді бір қатты жерге. Сіздің жамбасыңызда қатты бұлшық етіңіз. Екінші рет кірген кезде ол ине ауыртады. И осының салдарынан көптеген инфекция, асқыну болады. Сол үшін де 20 теңгенің шприцін өзіңізден аямай, шприцтің басын ауыстырыңыз.